Алдияр Жапарханов. Қайырлы күн, кешімізді жаңа сау өткен шығам. Так, Руслан аға, ассалаумалейкум. Қуаныш келе ме деп ойлағам, мен афишада қуаныш үшін келейін деген негізі. Мынау стендап па не болып кеттім? Стендап емес қой. Мен негізі қазақ интеллигенциясына өзімді жатқызбаймын, бірден айтамын. Өздеріңіз білесіздер, біздің көк ту деген өлеңінде мен интеллигенцияға қатысты өзім ойымды айтқам. Әлсіз потенция деп жазсам. Бәріңізге сәлем, мен есімім Алдияр Жапарханов, Ирина Қайратовна тобының мүшесі. Мен оны мақтанышпен айтамын. Ирина Қайратовна тобының мүшесі, мен Алдияр Жапарханов. Және де мен бүгін қозғайтын тақырып, енді ондай, мен білмеймін басқа спикерлер не айтқанын, жаңа ғана келдім. Мүмкін біреуге қызық болады шығар, бірақ біреуге қызықсыз да шығар, қыздар жүр, балдар, бірақ сендерге қызық болады шығар. Криштиану Роналдоның фанаттары бар мұнда? Бар ғой, Тағы да шапалақтаңыз Криштиану Роналдо, Криштиану Роналдо өзінің Португалия құрамасының алғашқы ойынын қайда өткізген білесіздер ма? Қазақстанға қарсы Алматы 2003 жылы өткізген болатын. Және де бүгінгі менің тақырыбым, кешірім сұраймын, менде слайд жоқ, сондықтан әшейін фотома қарайсыздар. Менің қозғайтын тақырыбым, неге біз қазақ футболын қолдауымыз керек? Тағы да келесі сұрақ. Біздің Қазақстан премьер лигасының матчтарына кім барып жүр? Шапалақтарыңыз. Серьезно, барып жүрсіздер. Қандай матчтарға? Қайрат? Ақтөбе болды. Кім Қайрат үшін жанкер бар ма? Абайландар, мына жерде Ақтөбе отыр, байқаңдар. Мен негізі соңғы кездері көп байқағаным, біздің жастар, біздің жалпы халық, қазір Қазақстан құрамасының енді сәтті матчтарына байланысты бәріміз глор болып кеттік. Бәріміз глормыз негізі. Осыдан 2 жыл бұрын ешкім біздің құрамамызға сенбеген. Неге? Мен сіздерге біріншіден неге футболды дамыту керек екенін айтайын. Бүкіл әлем біледі, нөмір бірінші спорт түрі ол футбол. Бірақ біздің қазақ халқы көбінесе бізге жоқ, біздің қазақтар тек атқа мінген, біздікілер тек бокстаса алады, күресе алады дейді. Бірақ Қазақстанның имиджін, Қазақстан Республикасының имиджін халықаралық деңгейге жеткізу үшін негізі футболдан жақсы ойнау керек. Мен сіздерге неге екенін айтып кетейін. Өйткені футбол деген көптеген нәрселерді шешуі мүмкін. Мысалы, қарапайым мысал, демография бізде енді осал ба, дұрыс па? Демография мәселесін шешу үшін, мысалы, наурыз бен сәуір айларында 2007 жылы Германияда бэби-бум болған. Не үшін? Жауап бере аласыздар ма? 2006 жылы чемпионат мира Германияда, 2015 жылы 15 жылда көрінбеген нәтиже тағы да бір бэби-бум Германияда. Не үшін? 2014 жылы Германия әлем чемпионы болды, Көріп тұрғаныңыздай, біздің Қазақстан құрамасы егер де жақсы нәтиже көрсететін болса, бізде де демография көтеріледі. Ол бір. Екінші, біздің құрамамыз қаншалықты жақсы нәтиже көрсететін болса, демек біздің халық өзінің идентификациялық механизмін жақсара түседі. Мен сіздерге мәселен Уругвай туралы айтып кетейін. 1950 жылы Бразилияда өткен әлем чемпионатында Уругвай жергілікті Бразилия құрамасын жеңеді. Неге ол жеңіс Уругвай құрамасы үшін өте маңызды болған? Себебі мына жеңістен кейін бүкіл ел демалды. Бұл қазірдің өзіне дейін бұл күн ұлттық мейрам болып саналады. Себебі Аргентина мен Бразилияның арасында қыстырылып қалған кішкентай Уругвай үшін осында екі елді жеңу ол үлкен нәтиже. Түсініп тұрсыңыздар, Қазақстан, мысалы, Россияны жеңсе, мысалы, қазір, біз уже сразу кеудемізді бұлай көтереміз ғой, явно. Мысалы, ол имидж. Мен
көптеген елдерде болдым, шетелде жүрдім, Америкада болдым, Россияда болдым, Европада болдым. Және мен сізге айтып кетейін, көбінесе қарапайым халық Европаның, Американың, басқа елдің Қазақстанды тек Борат үшін ғана таниды. Шын айтайын, Қазақстан деген кезде Борат дейді. Мен айтқам, guys, it's something wrong, it's not true, Borat is not Kazakh, man, it's a fail, you know that. Бірақ бәрі, окей, дейді қояды, болды. Сондықтан да біздің Қазақстан құрамамыз халықаралық деңгейде футболдан нөмір 1 спорт түрінен нәтиже көрсететін болса, сонда ғана басқа елдер біздің елге қызығады деп ойлаймын. Басқа тағы да бір мәселе бар. Ол туризм, өздерің білесіздер, мысалы жақында Қазақстан Словакиямен ойнаған кезде, былтыр мен ол матчқа бардым. Мен жалпы Қазақстан құрамасының матчтарына әрден барып жүрем. Мен әкемді алып бардым ол матчқа, және де әкем бәйтерекке мінгісі келді. Енді білмеймін, әкем кішкене Целиноград көріп, сосын Астананы көріп, бәйтерекке мініп, сол бәйтеректе Словакияның бір енді шауын кездестірді, былай 70-те Словакиядан келген. Сөйтіп әкем сонымен енді әңгіме құрғысы келген ғой, бірақ бір-бірін түсінбейді. Мен енді былай тұрдым да аудармашы ретінде. Ана Словакияның шалы айтуы бойынша Словакия Қазақстанмен ойнайды дегенде мен бірден Қазақстанға барам деп шештім. Өйткені маған қызық, Қазақстан деген не ел ол? Ол Өзбекстан ба, ол Қырғызстан ба, не ел ол? Өйткені Словакиядан 20 есе үлкен ел. Түсініпсіздер, Ол кісі бәйтерекке барды. Содан кейін бізден сұрады, қайда баруға болады тағы деп. Алматыға барсам деп едім дейді. Бірінші, бірақ Словакия жеңіп алсын дейді да, сосын Алматыға барам. Өздеріңіз білесіздей, Словакия ұтылып қалды. Келесі. Тағы да бір мысал, неге футбол біздің Қазақстан құрамасының нәтижелері біздің имиджға әсер етеді. Тағы да бір мысал, 1954 жылы ФРГ құрамасы атақты Ференц Пушкашты танитындар бар ма? Ференц Пушкаш деген атақты Венгрия құрамасының легендасы. Қазір жыл сайын Пушкаш премиясы бар. Пушкаш премиясы деген әлемдегі ең әдемі гол салған футболистке беріледі. Демек, 1954 жылы ФРГ құрамасы атақты Ференц Пушкаш бар венгрлер жеңеді. Бүкіл психологтардың айтуынша, бұл жайт Германияның батыс елдер арасындағы нормализация бағытына ауыстырады. Демек, 54 жылы Германия Венгрияны жеңгені үшін, басқа елдер үшін бұл соғыстың аяқталу символы болып көрінді. Түсініп отырсыздар ма? Әшейін ғана бір матч қандай үлкен нәтиже берді. Демек, Германия қазір өз қалпына келді деген сөз. Кез келген, мысалы, біздің Қазақстан құрамасы нәтиже көрсетсе деп отырық, бірақ біріншіден, ол біздің құрамамыз нәтижені қалай көрсетеді? Егерде сіздер өздеріңіз біздің жергілікті чемпионатқа қызықпайсыздар. Мысалы, мен жаңа айттым, кім барады деді, енді 20 адам жиналатын шығар, басқа. Кім, мысалы, Ақжайық туралы біледі, Оралдың, Көкшетаудың Оқжетпесі туралы біледі. Мысалы, да, қызықпайсыздар. Бірақ сіздер, егер стадиондарға барсаңыздар, сіздер тек футболдың емес, біздің қоғамның проблемаларын көре аласыздар. Біріншіден, инфраструктура. Бізде Қазақстанда 2-ақ стадион бар жақсы. Ол Астана арена Астанадағы, және осы біздің орталық стадион. Басқасының бәрі Совет үкімет кезінде салынған, және олар кез келген Еуропа лигасы болсын, чемпиондар лигасы болсын, олар келмейді. Мысалы, Петропавлда Қызылжар деген клуб бар, олар биыл конференция лигасында ойнайды, бірақ олар жергілікті Петропавлда ойнамайды, өйткені стадиондар жарамсыз. Жылдан жылға осы проблема бізде қайталана береді. Ақтөбенің балдары біледі, Ақтөбеде ойна алмайды стадиондарында. Өйткені дайын емес. Инфраструктура. Ол инфраструктураны сіздер көргеннен кейін бізде бірден басқа проблемаға алып келеді. Ол коррупция. Мен сіздерге айтайын, нөмір 1 спорт түрі Қазақстанда, біздің қаншама бокстан енді жүлделі орындар алсақ та, күрестен жүлделі орын алсақ та, Қазақстандағы статистика бойынша нөмір 1 спорт ол футбол. Және де ол жақтан ұрлайтын ақша тым бөлек. Ол жақта санай алмайсыздар. Ол жақта, мысалы, мен сіздерге тағы бір мысал келтірейін. Шымкентте
2018 жылы Қажымқан Мұнайтпасов атындағы стадион бар, кім біледі? Білесіздер, е? Шымкенттіксіздер ғой? Жігіттер, сендердің стадиондарында әшейін ремонт қылу үшін 2018 жылы 44 миллион евро бөлінген. 44 миллион евро бөлініп, оны 2019 немесе 2020-да бітіреміз деген. 44 миллион евро деген сөз, кім Италияның чемпионатын білет, серия Удинезе деген команда бар, Удине қаласынан, олардың стадионын көрсеңіз, мен кешіріңіздер, мен үлгере алмай қалдым, бірақ Удине деген стадион 40 мыңдық стадионды 15 миллион евроға салған біздің қазақтар Шымкентте ремонтқа 44 миллион құртады. Түсінесіздер, уже что-то не то, короче. Тағы да бір мысал. Мен біздің оңтүстік Қазақстан жамандап отқан жоқпын, бірақ мен факт айтып отырмын. Түркістан арена мысалы, білесіздер ғой? Кім Түркістаннан? Түркістан бар ма? Түркістан арена білесіздер, е? Басында қалай айтты? 25 мыңдық стадион болады деді. Жарты жыл өтеді, қанша деді? 15 мыңдық стадион болады деді. Жарты жыл өтеді, 8 мыңдық стадион дейді. Бірақ ақшасы азаймаған. Сосын бірінші тур өтеді, Қазақстан премьер лигасының бірінші матчта ана шатыры кетеді ғой, короче. Түсініп отырсыздар, е? Біздің Қазақстан чемпионатымыз, мен сіздерге айтайын, әлемдік деңгейде күмәні бар ойындар, подозрительный матчи. Демек, ставка тігетіндер, ше? 4-ші орында. Әлемдік деңгейде біздің чемпионат. Бірінші орында Африканың чемпионаты тұр. Керек еместі Африканың чемпионаттары біздің Қазақстан КПЛ 4-ші орында тұр. Бұл ойланатын жағдай негізі. Ол жақсы, коррупцияны айттық. Басқа сіздер стадиондарға барсаңыздар, сіздер біздің мәдени деңгейімізді көресіздер. Ақтөбенің балдары білет, енді олар жібермейді шығар. Боқ сөз, түкірік, ешкім жинамайды. Әлем чемпионатын көрдіңіздер, Катардағы, мысалы, Россиядағы, Жапон фанаттарын көрдіңіздер ба? Өздерінің артынан бәрін жинап кетеді, бүкіл стадион жинап кетеді, кетіп қалады. Бұл демек біздің мәдени проблемаларымызды көрсетеді. Сосын мен сіздерге не үшін оның бәрін айтып отырмын? Егер сіздер жергілікті командаларыңызды қолдайтын болсаңыздар, ол жергілікті команда ойнайтын сендердің жергілікті ойыншыларыңыз жақсы деңгей көрсетіп, ұлттық құрамаға шақырту алады. Бірақ ол маңызды емес. Ең маңыздысы сіздер келсеңіздер, ана клубтың директоры ма, әйтеуір біреуі ұялатын шығар енді уже. Өйткені Талдықорғанда, мысалы, Талдықорған Ертіске қарсы ойнайды, Жетісу Ертіс. 3 жыл бұрын мен Алматыдан, Семейден Талдықорғанға барам. 12 мыңдық стадионда мен жалғыз отырмын. Ертіс үшін балет етіп отырмын да мен. Ешкім жоқ. Вообще, ешкімге қызық емес қой, короче. Сонда мен ойлайында кейде ана футболистердің орнында болсам, мен кім үшін ойнап отырмын мен жалпы? Неге ойнап отырмын мен? Не керек маған? Ешкім жоқ, ана ар жақта жалғыз алдияр тұр, и то Ертіске балет етіп отыр ар жақта. Тағы да бір мысал. 2020 жылы сіздер білесіздер, мен павлодарлық Ертіс үшін фанатым, мен ол үшін жаным пида, ақтөбеліктер ренжімеңдер. Мен 2020 жылы ол кезде Абылайхан Сқақов деген біздің облысымыздың әкімі болған. Сонымен қатты ұрысқам, біздің Ертісті жабамыз деді, өйткені ақша жетіспей жатыр. Мен сіздерге қазір айтайын, мен түрлі подкасттарда айтқам, басқа интервьюларда айтқам, сіздерге айтайын. Менде Астанадан документация болған. Қысқаша айтқанда, чтобы вы понимали, насколько у нас сильно воруют. Чтобы вы понимали. Павлодардың өзінде, бірақ Павлодардың өзінде. 2018 жылы Қазақстан спорт және туризм министрлігінен Павлодар облысына там 2,8 миллиард теңге жіберілді. 2,8 миллиард ол футболға, хоккейге, волейболға және баскетболға. Освоено деген, демек, ана 2,8 миллиардтың ақшаның құртылғаны енді бүкіл облысқа дегенше, сол документте освоено 1,8 миллиард деп тұр. Сонда 1 миллиард қайда кетті? Ешкім білмейді. Мен оны әкім облысына айтқам. Әкім облысы маған жауап бере алмады. Ол мені жергілікті спорт және туризм департаментінің басына жіберді. Ол жігітке барсам,
ертіс жабылғаннан кейін 2 күннен кейін ол кісі жұмыстан шығып кетеді. Түсініп отырсыздар ма? Бұның бәрі схема. Біздің Қазақстан футболы таза коррупция. Бірақ сіздер стадиондарға жиналып, бүкіл проблемаларды көретін болсаңыздар, ондай проблемаларды біз шешуіміз мүмкін. Біз, яғни, келе жатқан ұрпақ егер түсінетін болсақ, хотя бы осыны да. Ертең, өйткені, мысалы, мен жаңа ғана Атыраудан келдім. Атырау футбол клубының бастығы боксер. Не үшін қалай боксер футбол клубпен қалай не істейді? Мен түсінбеймін. Сондықтан да сіздер білуіңіз керек, егер бір іспен айналсаңыздар, хотя бы таза ниет болсын да, хотя бы, сен боксерсың, базар жоқ екен, түсінбей атсың да, бірақ ар жақта не істеу керек екен, бірақ хотя бы ұрламай-ақ қойыңдаршы. Жақсы ма? Соны айтайын деп жатырмын. Бірақ негізі мен бұның бәрі футбол туралы емес негізі. Ол бүкіл жерге қатысты. Біздің қазақша рэп, қазақша футбол. Мен неге айтып отырмын, сіздер бәрі глор болып кеттіңдер, біздің Қазақстан құрамасы үшін балет етіп, өйткені бізде Қазақстанда футбол жоқ деген кезде сіздер, біздікілер Словакияны жеңді, жақында Данияны жеңді, Асхат Табиғырбенің ана пушкасын көрдің ба дегенде. Сол сияқты біздің қазақша рэптан басқа, синти-поп, электромузыка және тағы басқа сіздер өздерін іздемейсіздер. Бізде қаншама талантты балалар бар, оларды әшейін қолдау керек. Бізде көбінесе қоғамда байқасаңыздар, бізде тек комментарий жазғыштар. Мысалы, мен сәл қалды, қазір кетем, ренжімеңдер. Мен байқағаным, 2 күн бұрын ғана альбом шығардық. Ажары көджі деген. Мен байқағаным, просто, біздің публикацияның арасында мен салсам, біздің балалар салса, бәрінде хейт келатыр да. Бәрі былықтырып жатыр. Біздің дайректі көрсеңіздер, вообще ар жақ быт-шыт. Жігіттер не істеп жатсыңдар деген сөз. Ана, немене бітірдіңдер, 1 жыл жоқсыңдар, анау-мынау. Бірақ чарттарға қарасаң, Apple Music, VK, Яндекс, Spotify бәрінде 1-ші орында тұрып. Мен түсінбеймін. Сонда адамды жамандау деген, ол біздің менталитет па? Әлде қалай? Көралмаушылықты қою керек. Футбол болсын, рэп болсын, басқа зауытта, бизнеста болсын, бүкіл жерде амалдарын жақсы болып, ниеттерін таза болсын. Және де тағы да Диас осында ма, Әйгерім? Диасде комментарийда оқыдым, Алдияр интеллигенция емес, керек емес, мен ол кісі үшін келмеймін деген. Жоқ, не надо удалять. Я привык, все нормально. Мен жақсы көрем ондай. Мен иммунитетім бар, кім білет, мен Жайдарманда Күлтегін командасы үшін ойнағам. Біз ол кезден бастап хейтті жинадық. Мен иммунитетім бар. Мен айтайын дегенім, мен Ирина Қайратының командасы мүшесі, және менің балаларымның бір қателігі үшін мен де жауап берем. Мен өз балаларымды ешқашан тастай алмаймын, өйткені мен ол команданы құрғам, және де мен өз балаларыммен мақтаныш етем. Сондықтан да қандай хейт болмасын, бастысы тру болыңдар. Рахмет барлықтарыңызға. Алдияр Батархан. Ғана сұрақ, бір сұрақ. Барлық қорқып қалды ғой деймін Алдиярдың сөздерінен. Аны бір... Футбол жөнінде сұрақ. Мына қалалық клубтарды мемлекеттік бюджеттен алып тастаса қалай болады? Міне, Руслан Берденов ағамыз отыр. Ол кісі білет. Брат, менде негізі өзімнің ішінде өз-өзіме деген анандай не болып отыр. Қиқылжында, короче. Мен SD Family үшін ойнайым. Біздің басты спонсорымыз Руслан аға ренжіменіз 1xbet деп тұр мына жерде. Біз футбол деген тема жалпы ол букмекерлардың қазір қақпағында тұр да. Мысалы, қазір мемлекеттік ақшаны алмайтын болсақ, сен по-любому спонсор іздейсің. Ал бізде Қайрат Боранбаев сияқты адамдар аз.
меценаттар, кім кәдімгідей алса клубты не істесе, анау частный бәрін істесе, ондай адамдар жоқ деуге де болады мысалы. Өйткені ондай ақша да аз адамдарда. Сондықтан да бұл жақта қарау керек та, қарастыру керек. Мысалы, Павлодарда мысалы, Ертіс. ERG деген компания бар, білсеңіздер, Евразиан групп, ол көп деген зауыттар бар, Павлодарда өте көп зауыттар бар. Олар кезінде Павлодардың акиматына барып, айтқан, жігіттер, біз не үшін жылына 2 миллиард теңге береміз, бірақ Ертіс 8-9 орында не керек ол бізге деді. Сонда ERG бастықтары айтқан, жігіттер, сөйтейік, біз мына команданың акциясын 51-де 49 қыпсақ. Сонда Ертіс жекеменшік клуб болып қалады. Частный, да? Акимат против болды, братан, екеуін бәрі кормушка. Түсінесің. Бірақ оны іздестіру керек, братан. Мен сені түсіндім, бірақ Қайрат Боранбаев сияқты адамдар керек, братан. Ондай адамдар аз. Мен оны қорғап атқан жоқпын. Просто ол кісі енді по факту Қайратты көргенде өздерін көріп отырсыздар. Қазақтелеком интернетті дұрыстаңыздаршы. Сендер үшін Counter-Strike ойнағанда нервім құртам. Все, рахмет.